Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Бұл біздің Аманбай атамыздың қара шаңырағымызда сақталған қасиетті бөркі. Бұл жай ғана бөрік емес, бұл Аманбай атамыздың имандылығын білдіретін, ол кісінің рухын білдіретін қасиетті бір мұра деп айтсақ болады. Енді біз қалай осы бөрікке қол жеткіздік, соның кішігірім тарихын айтып өтсек, біз қазір осы бөріктің қара шаңырағымызда біздің қолымызға қалай жеткендігі туралы кішігірім тарихпен бөлісетін боламыз. Біздің атамыз Тұяқұлы Ізбасар атамыз шамамен 1875 жылы Ақтөбе қаласы Байғанин ауылында дүниеге келген, елге елеулі, халқына қалаулы кісілердің бірі болған. Осы Ізбасар атамыз Аманбай атамызбен ауылы аралас, қойы құралас, жақын араласқан. Ізбасар атамыздың жұбайы Бихан әжеміз екеуі осы Аманбай атамыздың батасын алып, осындай бөрікін өзінің ризашылығы ретінде берген екен. Біздің Ізбасар атамыздың кенже ұлы Шам атамыз бар. Қазір біз осы Шам атамыздың кенже ұлы менің әкемнің қара шаңырағында отырмыз. Бұл бөрікте осы өзіміздің үйімізде сақталған бір мұра деп айтсақ болады. Шам атамыз туралы айта кетсек, 13 бала ұл қыз тәрбиелеп өсірген, ұлағатты ұстаз болған кісі. Қазіргі таңда осы балаларының, немерелерінің барлығы атамыздың жолын қуып, Жаңаөзен қаласында, Ақтау қаласында мұғалім ретінде жұмыс жасап, сол кісінің жолын қуып жатырмыз. Қазір міне осында біздің апаларымыз, үлкен әкем осында отыр. Аманбай атамыз сондай қасиетті, ұлағатты, сондай ауылдың ең үлкен адамдарының бірі болған. Енді ол кісі барған жерінен той садақалардан барып келіп отырса, мына бөркінің ішіне малдың құлағын салып, малдың етін салып, ауылының келіндеріне әкеліп береді екен. Келіндер болса сол кезде оны жиіркенбей жеу керек. Жиіркенбей жеген келіндерге өзінің батасын береді екен. Емі қонады екен. Енді мына бөріктің несін айтайын мен киелдің. Мен осы ауылға, осы әулетке 1991 жылы келіп болып түстім. Содан 1-2 жылда қатты ауырдым, жаман ауырдым. Сонда мына осы атамыз маған аян берді. Енең саған бермеді ма, содан тәуір боласың ғой сен деп. Содан енем ұшып тұрып, сандығынан осы құлашын шығарып, менің бас жағыма қойды. Осыда мен жазылып тұрып кеттім. Сонда кейісі бар мынаның. Содан бері мен біздің шаңырағымызда жоғарыда ілініп тұрады міне.